Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін бізде көмірқышқыл газы туралы, яғни сероводород, орысша химиялық формуласы СО2. 5 минуттық СО2, яғни көмірқышқыл газы туралы ақпаратын беретін болатынбыз. Көмірқышқыл газы дегеніміз не? Ол иісі жоқ, және түсі жоқ, және көзге көрінбейтін газ. Бірақ мұнай газ саласында жұмыс істейтін жұмысшылар оны жақсы білетін болады. СО2, яғни көмірқышқыл газы, сероводород. Бұл видеода сіздермен бөлісетін ақпараттар көмірқышқыл газы дегеніміз не, және оның неге қауіпті екені туралы айтылатын болады, және қай жерде жиналады, адам ағзасына қандай әсері бар, және ең маңыздысы одан қалай қорғанамыз деген сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Көмірқышқыл газы дегеніміз ол химиялық формуласы СО2, яғни ол табиғатта және өндірісте кездеседі. Мұнай газ құрамында болады біріншіден, екіншіден резервуарларда, үшіншіден құбырларда, және төртіншіден жабық кеңістіктерде, бесіншіден технологиялық процестер кезінде бөлінетін газ. Ең қауіпті көмірқышқыл газы иіссіз және түссіз болып келеді. Адам оны сезбейді. Неге? Өйткені ол ауадан адам өзі сезбейді, ал қауіп бар екенін өте кеш байқайтын болады. Неге СО2, яғни көмірқышқыл газы неге қауіпті дейтін болсаңыздар, көмірқышқыл газы ауадан ауыр болғандықтан, сол себептен ол шұңқырларда және колодецтерде, резервуарларда, жабық бөлмелерде, төменгі аймақтарда жинақталатын болады. СО2, яғни көмірқышқыл газы жанбайды және жарылмайды да. Бірақ ол оттегін ығыстырады. Яғни сіз колодецтегі немесе резервуарларға түскен жағдайда, резервуарға секіріп түскен жағдайда өзіңіз талып құлап қалуы мүмкін, және сол жерде оттегі жетіспей үлкен апатты жағдайларға алып келуі мүмкін. Көмірқышқыл газы көп жиналған аймақтарда, яғни алдымен бас айналады адамда, екінші тыныс алу қиындайды, үшіншіден жүрек соғысы жиілейді, яғни көбейеді, төртіншіден адам әлсірейді, яғни талып қалу қаупі бар. Егер де оттегі күрт азайса, адам бірнеше секунд есінен танып қалуы мүмкін, және құлап қалады, және өздігінен ол жерден шыға алмайды. Сол себептен жабық кеңістіктерде немесе бір адам құлап қалып жатса, оған көмектесемін деп кірген адамда құлап қалу әбден мүмкін. Ең жиі жіберілетін қателіктер, ол бізде өндірісте көмірқышқыл газына байланысты мынадай қателіктер жиі кездеседі. Біріншіден, газ анализаторсыз жұмыс істеу. Екіншіден, жабық кеңістікте жалғыз кіру. Үшіншіден, бұрын кіріп жүрдік қой, ештеңе болмаған, қазірде ештеңе болмайды деген әңгіме, немқұрайлық, ол апат алып келуі мүмкін. Төртіншіден, желдету жасамай жұмыс бастау. Белгілі бір жерге кірген жағдайда міндетті түрде желдетуін қосуыңыз керек. 20 минут немесе 30 минут техникалық ережелерге сәйкес. Осы қателіктер орындалмаған жағдайда аса қауіпті, яғни аса ауыр апаттар алып келуі мүмкін. Енді тарауымыздың төртінші тарауы, ол бізде көмірқышқыл газынан қорғану үшін не істейміз деген мақсат сұрақ. Бұл жерде біріншіден жабық кеңістікте кірер алдында бір өзіңіз, егер де кірер жағдайда жабық кеңістікте кірер алдында газ құрамын міндетті түрде тексеру керексіз. Екіншіден, желдету жасау керек. Үшіншіден, рұқсат қағазынсыз жұмысқа кіріспеу, яғни наряд допуска дейді ғой. Наряд допуска, яғни рұқсат қағазы туралы ақпарат керек болатын болса, мына жерге тастап кетемін. Осы жерден сілтеме арқылы өтіп рұқсат қағазы, яғни наряд допуска туралы қарасаңыздар болады. Төртіншіден, бақылаушы адамсыз жабық кеңістікке кірмеу. Бесіншіден, бақылаусыз адамсыз жабық кеңістікке кірмеу. Яғни резервуарларда немесе трубаларда немесе жабық кеңістікте жұмыс жасаған жағдайда міндетті түрде қасыңызда бір адам болу керек. Өйткені екі адам болып жұмыс жасайды. Сосын сигнальный бізде мына резервуарларды тазартады, немесе тағы да басқа жұмыстар істелінеді. Сол себепте міндетті түрде беліне, мысалы резервуарда міндетті түрде ВДА-сын кию болады, воздушный дыхательный аппарат, яғни ол міндетті түрде, және оның артына мына жерге пояс, яғни арқанмен тартылатын болады. Ана арқан сигнал беретін болады. Егер де мысалы осылай байлап алады, мына жеріне
екі сигнал болса ол аса қауіпті, мені тарт деген мағынада. Бір сигнал болса нормально деген сияқты ше. Сол себептен міндетті түрде жабық кеңістікте кірерде міндетті түрде сыртта бір адам міндетті түрде тұру керек қасында. Жәтінде көмірқышқыл газы осы өзіміздің өмірімізде күнделікті жағдайда кездесе ма дейді. Иә, кездеседі. Қай жерде кездеседі? Кладовкада, яғни мана айтып кеткендей колодецтерде кездеседі. Ол көмірқышқыл газы не істеп тұрады, айттық жаңа оттегіден төмен, яғни ауадан ауыр деп. Сол себептен төмен қарай орналасады. Сол себептен мына колодецтерге немесе кладовкаларға кірген жағдайда ішіне бірден секіріп кетуге болмайды. Міндетті түрде есігін ашып қойып, кішкене жел кіргізіп алу керек 5-10 минуттай. Содан кейін барып кіру керек, техникалық қауіпсіздікке сәйкес келетін болса. Бұл жағдайлар болған. Мен естідім өзім. Мына колодецтерге кіріп кетіп, секіріп түсіп, ішіне қарай не істеп кетіп ше. Ана ішіне кіріп кетеді да, содан құлап, есінен талады, сол жерде құлап қалады. Сосын ары қарай енді апат жағдайлар алып келе жатқан жағдайлар болады. Сол себептен міндетті түрде кладовкаға немесе колодецтерге, колодец дегеніміз не, ол судың колодец бола ма, ол басқа колодец бола ма, сол сияқты жерлер болса міндетті түрде 5-10 минут тазалатып алыңыз. Енді мына кішігірім ақпарат туралы айтып кетейін. Мысалы біздер мына добычада жүрген, яғни жұмыста жүрген кісілер біледі. Мұнай газ саласында жұмыс істеп жатқан кісілер біледі. Біздерде мына газораспределительный установка дейтін жер бар, яғни АГЗУ. Ол дегеніміз не деп кішігірім түсіндіріп кетейін. Ол АГЗУ дегеніміз белгілі бір кен орнының, яғни мысалы кен орнының атауы Шұбарқұдық деп алайық. Сол Шұбарқұдық кен орнының мысалы скважина дейді ғой, ұңғымалар саны мысалы 15-20 болса, бір ұңғыма 15-20 осы жерге келеді да, ГЗУ осы зданияға келеді да. Мыналардың барлығынан замер алынатын болады. Қанша мұнай келіп жатыр, ол мұнайдың сапасы қандай, ол мұнайдың обводимость, яғни сулауы, су құрамы қанша ол мұнайда деген сияқты. Сол себептен сондай ГЗУ болады. Егер де техникалық қауіпсіздіктер бойынша сол ГЗУға операторлар немесе басқа да кісі келетін болса, міндетті түрде кірмей тұрып, екі вытяжка болады, екі желдеткіш, яғни вентилятор. Соны 20 немесе 30 минут қосып, соны қосып әбден 20-30 минут өткеннен кейін кіру керек ананың ішіне. Неге? Өйткені ол жерде мұнай газ, мұнай білесіздер, мұнаймен бірге попутный газ жүреді. Сол себептен сондай қауіптің алдын алу үшін, яғни жаңағыдай айтқанда сераның алдын алу үшін, жаңағыдай апаттардың алдын алу үшін міндетті түрде желдеткіш қосасыздар. Сол себептен бұл дегеніміз мұнай көмірқышқыл газы дегеніміз өте ауыр апаттарға алып келеді. Яғни адамның өмірін алып кетуі мүмкін. Сол себептен өзіңізді сақтаңыз, және қасыңыздағы әріптесіңізді сақтаңыз, және жұмыстан кейін аман-сау үйге қайтуды ойлаңыз. Айта кететін жағдай, бұның барлығы бұл техникалық ереже болғанменен бұның барлығы қанмен жазылған. Сол себептен ешқандай фактілерді немқұрайлы қарамаңыз. Мүмкіншілігіңіз келгенше осы информацияны, яғни осы ақпаратты миыңызға тоқылаңыз. Бұл көмірқышқыл газы, егер де сіз мұнай газ саласына жұмысқа кіретін болсаңыз, бұл сіздің артыңыздан қалмайды. Бұл деген сероводород мықты көп кездесетін жағдай. Сол айтып кетейін, жаңа ең бірінші қандай газ дегенде, бірінші собеседование, яғни жұмысқа кірер алдында мүмкін осы сұрақтар қоюы мүмкін. Сероводород қандай газ дегенде, біріншіден иісі жоқ, түсі жоқ, және көзге көрінбейді. Ауадан сәл ауыр. Сол себептен колодецтерде немесе жабық кеңістіктерде астында орналасады. Міне ауа төмен жоғары қарай көтеріліп кетсе, мынау астында қалып қояды деп жауап бересіз. Егер де осы ақпарат сіздерге пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, басқа да кісілерге жіберуіңізге болады. Баршаларыңызға рахмет. Менің каналымда техникалық қауіпсіздіктер туралы басқа да видеолар бар. Солармен көріп, танысып шықсаңыздар болады. Баршаңызға рахмет.